Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде мектеп университет нарық білім берудің жаңа архитектурасы педагогикалық идеялар фестивалінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Ресми шараға Түркия, Әзербайжан, Қытай, Тәжікстан, Қырғызстан, Италия, Латвия, Польша және Үндістаннан арнайы келген қонақтар қатысты. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясының өкілдері, қазақстандық және шетелдік жоғарғы оқу орындарының ректорлары, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы, білім инновация қоғамдық қоры, дипломатиялық корпус өкілдері, мектеп директорлары мен тәжірибелі педагогтер қатысты. Осы фестиваль аясында біз екі ірі университетпен, Рига университетімен және Ланчжоу университетімен қос дипломды білім беру бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі меморандумға қол қойылады. Сол сияқты тағы 3-4 университетпен, ол Қырғызстан университеттері, Өзбекстан университеттері, Тәжікстан университеттерімен бірлескен оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын боламыз. Келешекте жалпы осы идеямызды осы университетте қыздарды, педагог қыздарды жан-жақты дамытуға, бірнеше өздерімен микроквалификацияларын алу арқылы, жаңа трендтерді білу арқылы әлемдік тәжірибені меңгерген мықты мамандар шығаруды көздеп отырмыз. Фестивальдің маңызды бөлігі халықаралық әріптестікті нығайтуға бағытталған меморандумдар мен қос дипломды және бірлескен білім беру бағдарламалары бойынша келісімдерге қол қою рәсімімен жалғасты. Атап айтқанда, Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті, Турусбеков атындағы Қырғыз мемлекеттік дене шынықтыру және спорт академиясы, Қытай Халық Республикасы ғылым академиясының Шыңжаң астрономиялық обсерваториясы, Үндістанның CMR инженерный колледжі, Қытайдың Ланчжоу университеті, Латвияның Рига Нординг университеті секілді жетекші шетелдік жоғарғы оқу орындарымен, ғылыми орталықтармен ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. В рамках этой программы мы организируем... Осы бағдарламалар аясында біз бұрынғы ТМД елдерінен, Батыс Еуропадан және басқа да алыс шетелдерден келген студенттермен алмасу бағдарламаларын ұйымдастырамыз. Жыл сайын осы бағдарлама бойынша бізге студенттер келіп тұрады. Біздің университетте, менің кафедрамда жылына 6-7 студент қабылданады. Олар білім алып, әдетте ғылыми зерттеу жобалары аясында зертханаларда жұмыс істейді. Біз студенттерге ғылыми тапсырмалар ұсынамыз. Оларды студенттер бізбен бірлесіп орындайды. Осы жұмыстардың нәтижесіне қарай олардың семестрі жабылады. Сонымен қатар ынтымақтастықтың басқа да форматтары бар. Мысалы, бізге басқа жоғары оқу орындарынан оқытушылар келіп тұрады. Әсіресе Қазақстаннан келетін оқытушылармен белсенді түрде жұмыс жүргізілуде. Жиын барысында отандық және шетелдік сарапшылар педагогикалық білім мен ғылым саласындағы заманауи үдерістерге арналған мазмұнды баяндамалар жасады. Спикерлер жоғары оқу орындарын дамытудың стратегиялық тәжірибесін, болашақ мұғалімдерді даярлаудың халықаралық құзыреттілік құрылымдарын, мектеп пен университет серіктестігінің рөлін, сондай-ақ білім беруді трансформациялаудағы аралас оқыту мен жасанды интеллектінің маңызын талқылады. Осы уақытқа дейін бұл практика бізде бірінші-төртінші курстың арасында танысу практикасы, есеп беру, сабақ өткізу, сол сабақ бойынша есеп беру деңгейінде қалып отыратын болса, ендігі біздің бүгінгі таңдағы мақсатымыз бұл біздің мектептеріміз, практика өткізетін мектептеріміз ол уақытша тәжірибе алаң емес. Бұл біздің сол жердегі кәсіби даму ортасына айландыруымыз керек. Мектептің мұғалімі мен университеттің оқытушысы, студент бірлесіп жұмыс жасай отырып, бірлесіп жоспарлап, бірлесіп сабақты өткізіп, бірлесіп талдау арқылы қайтуымыз керек. Студенттер осы жерден өзінің кәсіби тұрғыдағы болашақ маман ретіндегі дайындығын көрсету керек дейміз, қалыптасу керек деп ойлаймыз. Ашылу салтанатының ресми бөлімінен кейін басқарма төрағасы ректор Кәрімова Бейбіткүл Сәрсемқанқызы шетелдік университет басшыларымен жеке кездесулер өткізді. Шетелдік ғалымдар студенттермен, магистранттармен және докторанттармен кездесіп, қонақ дәрістер оқып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Алдағы күндері педагогикалық идеялар фестивалі аясында түрлі семинарлар, воркшоптар, ғылыми көрмелер, бос жұмыс орындары жәрмеңкесі, түлектер кездесуі және тәжірибе алмасу алаңдары ұйымдастырылады.